Сәлеметсіздер ме, құрметті білім ізденушілер. Бүгін бізде математика сабағын одан әрмен жалғастырамыз. Тригонометриялық теңдеулерге кеттік. Енді тригонометриялық теңдеулерді шешуді біз қалай шығарамыз? Жалпы қалай шығарушы едік? Сіздер мектеп жағдайында білулеріңіз, біреуіңіз білесіздер, біреуіміз білмейміз деген сияқты. Енді біз теңдеулер шығарғанда бір қорқудың ешқандай қажет жоқ. Кәдімгідей қарапайым теңдеулер шығаратындай шығарамыз. Тек қана бұл жерде градус және де кестені білу керекпіз тригонометриялық. Енді ең алдымен қараңыздар, синус x тең а болған жағдайда x тең минус 1-дің к дәрежесі арк синус а плюс пика, яғни пика деп отырғанымыз бұл не? Бұл бізде синустың қосылып отыратын периоды, яғни ол пика сайын қайталанады деген сөз, шыққан градусымыз. Ал енді егерде синус x тең минус а болатын болса, минус 1-дің к плюс 1 дәрежесі. Неге к плюс 1 дәреже? Себебі синус минус болатын болса, мына жерде ада аргументінде минус болса, сіздер кері тригонометриялық функцияларды шығарған кезде қалай алушы едік? Яғни минусты алдына шығарып жібереміз, яғни минус 1-ге минус 1-дің к дәрежесіне минус 1-ді көбейтетін болсаңыздар, олардың дәрежесі қосылатын, яғни к плюс 1. Хорошо? Қайдан шықты деп уайымдаудың қажет жоқ. Яғни қараңыздар, синус x тең минус а болатын болса, x тең арк синус минус а. Көрдіңіздер ме? Міне, минус а. Осыдан шыққан, міне, x-ті табатын болсам, бізде қараңыздар, x егерде менде белгілі бір градус болатын болса, а деген оның сан мәні ғой. Ал кері тригонометриялықта ол біз санды, міне мынандай санды неге айналдыршы? Градусқа айналдыратынбыз. Как? Қалай айтсақ болады? Түбір астындағы санды, мысалға түбір астынан шығарсақ, и оны квадраттайтын болса, ол түбірге кері амал, дұрыс па? Тура сол сияқты бұл да кері амал екен біздегі. Енді бізде тригонометриялықтарда бізде дербес жағдай деген бар. Дербес жағдай дегеніміз, ол егерде синуста және де косинуста ол минус 1 мен 1 және де 0 деген сандарда бұл бізде дербес жағдай болып саналады. Олардың нақты формуласы. Яғни синус x тең минус 1 болатын болса, алдына минусты шығарып, минус пи бөлінген 2 плюс 2 пика, яғни период бұл кезде 2 пика сайын болады. Ал синус x тең 0 болған кезде, ол кезде период әшейін жай ғана пика. Өзі 0-де ол итакта 0, сондықтан да пика деген период қана жазылады. Ал енді синус x 1 болғанда ол пи бөлінген 2 плюс 2 пика, период 2 пика екен. Ең бастысы, қараңыздар, теріс емес, оң болған кезде әрқашанда минус 1-дің к дәрежесі плюс пиканы қолданасыздар. Ал теріс болған кезде минус 1-дің к плюс 1 дәрежесі болып, 1 дәреже қосылады екен. И совместно плюс пика. Ал мынау жерде к тиісті z-ге, яғни мынау тиісті деген сөз, бізде знак тиісті деген сөз. Яғни z деген не ол? Сандардан білесіздер, что ол бүтін сандар жиынына тиесілі деген сөз. К деген санымыз. Ол кез келген сан. Кез келген бүтін сандар. Ал енді косинус x тең а болған жағдайда, косинус x тең а болған жағдайда плюс минус арк косинус плюс 2 пика. Алдына тек қана плюс минус таңбасын қоясыздар. Не үшін плюс минус қоямыз? Себебі косинус бізде жұп функция болғандықтан ол минусты да плюсті де оң қылып жібереді, сондықтан да ол минусты ответте, плюс ответті де қабылдай береді деген сөз. Как андай модуль сияқты. Енді косинус x тең минус а дейді. Минус а болған жағдайда сіздер білесіздер, кері тригонометриялықта егерде оның косинуста аргументінде минус болатын болса, пиден азайтатынбыз, дұрыс па? Міне, пи минус арк косинус а и плюс минусымыз өзгермейді, плюс 2 пикамыз да өзгермейді. Тек қана пиден азайтамыз. Дербес жағдайлары, косинус x тең минус 1 болған жағдайда пи плюс 2 пика деген формуланы жаттап алыңыздар. Косинус x 0 болған жағдайда пи бөлінген 2 плюс пика деген дербес жағдай жаттап аласыздар. И косинус x тең 1 болған кезде 2 пика. Тағы да сіздерге ерекшелігі, косинус x-тар шығарғанда әрқашанда 2 пи сайын қайталанады, ал синус, тангенс, котангенстер только пи к сайын қайталанады екен. Оған дәлел мына жақта. Қараңыздар, тангенс x а болған жағдайда бізде x тең арк тангенс плюс пика. Міне көрдіңіздер ме? Период пика. Енді тангенс x минус а болған жағдайда алдына минус шығарады и период плюс пика. Бұлардың да дербес жағдайлар бар. Минус 1, 1, 0 болған жағдайда. Тангенс минус 1-дегі мәні ол минус пи бөлінген 4 и период плюс пика. Тангенс x 0 болған жағдайда пикаға тең. Және де тангенс x 1 болғанда пи бөлінген 4 оң таңбамен алынады и плюс пика. Период,
ешқашанда период сосын қараңыздар теріс болып жатқан жоқ. Теріс болсын, оң болсын, ол плюс болып жатыр. Котангенс егерде а болған жағдайда оң таңбаға, яғни оң санға тең болған жағдайда арк котангенс а плюс пика деген период. Көрдіңіздер ме? Тағы да пика период. Ал енді сіздер кертригонометрияқтан білесіздер, что котангенсте минус болғанда ол косинус сияқты етін, пиден не істейтін азайтылатын етін. Пи минус арк котангенс альфа плюс пика. Альфа емес, енді а саны болып тұр ғой. Ал енді бұл жерде дербес жағдай бар. Котангенс минус 1 болғанда ол пиден азайтылады, яғни пи минус пи бөлінген 4, 3пи бөлінген 4 болады. Период пика. И 0 болғанда пи бөлінген 2 плюс пика. Тең плюс 1 болғанда уже ол да пи бөлінген 4 плюс пика екен. Осы дербес үш жағдайларын әрқайсының төртеуінің үш жағдайларын жаттап алыңыздар, және де мына формулаларды жаттап алу керексіздер. Период қосуды көбісі ұмытып кетеді. Екі айырмашылығы болды, тек қана косинуста 2 пика, ал тангенс, котангенс, синустарда әрқашанда жай ғана пика деген период қосылады екен. Ал енді ең бірінші есептен бастап шығарайықшы. Ең бірінші есеп бізде былай дейді. Мына жерде қараңыздар, синустың аргументінде ол қандай сан тұрсын x-тің қасында, болмаса бір қосылып тұрсын, мысалға бір бұрыштар, оған вообще мән бермеңіздер. Тек қана мына синустың қасында, мына синустың алдында, яғни ешқандай сан көбейтіліп тұрған жоқ па, ешқандай сан қосылып тұрған жоқ па, соған ғана мән беріңіздер. Оның аргументіне мән берудің қажеті жоқ. Битеміз, сонда 0,5 x тең болады. Мынау менде минус 1-дің k дәрежесі арк синус минус 1 плюс қандай болады? То есть, тоқтаңыздар, мына жерде мен минус 1-дің k дәрежесін жазбаймын, өйткені бұл бізде не? Дербес жағдайы. Синустың минус 1 деген бізде дербес жағдай ғой. Ол бізде минус пи бөлінген 2 етін, и плюс 2 пи k етін. Осы жерде 0,5-ке не істеймін? Барлық жағын бөліп жібере саламын, яғни x тауып жатырмын ғой. X тауып 0,5-ке бөліп жіберетін болсам, ол менде минус пи бөлінген 4 болып кетеді ма? Яғни дұрыс, пи бөлінген 4 болып кетеді, и плюс 4 пи k болады екен, 0,5-ке бөліп жүрсем. Мұнан менде жауабымыз осыған тең. Яғни x деген біз теңдеу шығарып жатырмыз. Тригонометрияға x-ті табу керекпіз. Енді айтады, маған косинус x тең 2-ден 1 теңдеуінің 700 бен 1050 градус аралығында ең үлкен шешімін тап дейді. Қараңыздар, косинус x тең 2-ден 1 болатын болса, онда x тең плюс минус арк косинус формула бойынша 2-ден 1 плюс 2 пи k етін. Мына жер айтпақшы, k тиісті z-ке дегенді ұмытып кетіппіз. Сонда x тең плюс минус косинус 2-ден 1 деген қанша градус? Ол менде пи бөлінген 3 деген градус, яғни 60 градус, плюс 2 пи k. K тиісті z-ке. Мұнау менде жауабым осыған тең болып тұр. Маған айтып тұр, 700 бен 1050 аралығында ең үлкен шешімі. 700 бен 1050 аралығында ең үлкен шешімі табу үшін мен k-ға сан беремін. Яғни, мына жерде мен еще оң таңбасын аламын. Пи бөлінген 3-ті аламын, еще оң таңбасын. Өйткені маған сол аралықтағы ең үлкені керек. Плюс 2 пи k. Егерде k-ны 0 деп алатын болсам, ол только пи бөлінген 3 болып қалады. Ал k-ны 1 деп алсам, онда тогда ол уже басқа әңгіме. 2 пиге қосам, пи бөлінген 3-ті. 3 деген ортақ бөлім берсем, 6 7 пи бола ма? 7 пи бөлінген 3. Қараңыздар, 2 пи деген 360, 360-ға мен 60 қосым 420 болды. Яғни 420 әлі мынау аралыққа жетпейді. Сонда менің k деген саным, онда 2 беріп көрем. 2 берсем, тогда ол менде 4 пи болады. 2-ге 2-ні көбейтсем. Плюс пи бөлінген 3. Дальше қосам, 3-ге берсем, ортақ бөлім. 12, 13 пи бөлінген 3. Яғни 4 пи деген сөз 360-ды 2-ге 720, оған тағы 60 қоссаң 780 ба сонда? 780 градус. Ал менде мұнау қанша градус болды? 420 градус болды. Бұл да уже міне 1050-ден әлі жете қойған жоқ. Тағы да 3 деп көрейін. Егер 3-те бергенде 1050-ден асып кететін болса, ең үлкен мәні 780 деп аламыз. 3-ті қойған кезде қараңыздаршы, 2 пиді 3-ге өйтсем 6 пи плюс пи бөлінген 3 градустармен жазайықшы, мына градустармен. 6 пи дегеніміз 360-ты 3-ге көбейт деген сөз ғой. И плюс 60 градус. 360-ты 3-ге көбейтсем менде 180, аржан 900, 1080 болып кете ма сонда? 18 бір ойда, и 9, 10, дұрыс, 1080 плюс 60. И тогда бұл менде 1100
болып қалады. 1140 уже 3 k-ның мәні 3 болатын болса, уже асып кетеді екен. Сонда менде ең үлкен шешімін табатын болсам, ең үлкен шешімі осы аралықтағы міне 780 болады деп отырмыз, бірақ та бұл да шешім болмай қалуы мүмкін, өйткені бізде минус пи бөлінген 3 деген жағдайда бар. Өйткені көрдіңіздер ме? Мен онда мынау 3 болған жағдайда 360 көбейтілген 3 дегенде мен минус 60-ты азайтып тастаймын. Яғни минус жағдайында қарастырайын. Азайтып тастайтын болсам, міне 1080-нен азайтамын 60-ты, тогда 1020 градус деген шығады. Көрдіңіздер ме? 1020 градус вообще да көрдіңіздер ме? 780-нен де үлкен. Егерде k-ның мәнін 3 деп және де минусымен есептейтін болсам, мынау минус пи бөлінген 3-мен есептесем. Болды, ең үлкен шешімі сонда менде бұл екеуінің аралығында 1020 градус. Егер 4-ті қойсам, бұл жол асып кетеді. Сіздерге задача, что 4-ті қойып тексеріп көріңіздер. Что одан 60 азайтсаңыздар, асып кетеді. Ал енді шығарайықшы есептерді. Үшінші есепті былай шығарады екенбіз. Синус пи плюс x дейді. Пи плюс x деген, яғни келтіру формуласы 180-ге қосылып жатыр. 180-де ол синустың өзі сақталатын, бірақ үшінші ширекте таңбасы қандай? Минус. И косинус менде қараңыздар минус синус x-ға өзгереді. Өйткені пи бөлінген 2-де өзгереді, және де екінші ширекте таңбасы минус. И минус 1, синусқа синус қоссам 2 синус болады. Міне минус 2 синус x минус 1. Минустарды уже бір-біріне бөліп жоқ қылып жерсем болады. И синус x тең 2-ден 1. Көрдіңіздер ме? Міне синустың алдында тұратын саннан әрқашанда құтылу керекпін. И мынау x тең минус 1-дің k дәрежесі арк синус 2-ден 1 плюс пк деп формула қоя саламын. Сонда x тең минус 1-дің k дәрежесі бұл қанша градус? Пи бөлінген 6, 60 градус деген мәні плюс пика. Ответ k тиісті z-ке деп жауапты алады екен біз. Міне, мынау есептің өзгешелігі осыда. Келтіруді пайдаландық. Ал енді мынау тангенсте бірде минусты алына шығарып жерсем болады. Міне тангенс x-те плюс 6 тең 0. И минусты мен қайта 0 жаққа плюс қып жерейін. Міне 2-ден түбірасты тангенс x-ті тең 6-ға бола ма? Сол кезде и тангенс x тең болады 6-ны бөлемін 2-ден түбірасты 3-ке. 2-мен қысқартсам 3. И потом 3-ті түбірасты 3-ке бөлетін болсам, менде тағы да түбірасты 3 деген сан пайда болады. Сонда тангенс x тең түбірасты 3-ке болып тұр. Міне, тангенстің алдындағы саннан толыққанды құтылдым. Сонда x тең арк тангенс түбірасты 3 плюс период пика. X тең болады. Тангенс түбірасты 3 деген қай градус? Ол бізде пи бөлінген 3, яғни 60 градус плюс пика. К тиісті z-ке деп есепті аяқтайды екеміз. Болды, ешқандай қорқатын ештеңкесі жоқ. Сонымен келесі есеп. Ал енді мына жерде аргументінде неге қосылып жатыр, азайтылып жатыр, x неге көбейтіліп жатыр, мән бермейміз. Мән бермейміз. Ең бастысы косинустың алдына қараймыз. Міне косинустың алдында ешқандай сан жоқ. Тағы мынаны бүйтіп жаза беремін. X минус пи бөлінген 4 тең формулаға саласам. Плюс минус пи минус r косинус 2-ден 1. Көрдіңіздер ме? Плюс 2 пика. Өйткені минус 2-ден 1 болғандықтан пиден азайтамын. X минус пи бөлінген 4 плюс тең плюс минус пи минус мән жазамыз пи бөлінген 3, яғни 60 градус плюс 2 пика. Косинус 2-ден 1-де 60 градус. Сонда x минус пи бөлінген 4 тең плюс минус пиден азайтсам, тогда ол 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пика. Ал сонда x тең плюс минус 2 пи бөлінген 3-ке пи бөлінген 4 плюс пи бөлінген 4 болып барады плюс 2 пика. Ответ k тиісті z-ке деп аяқтаймыз. Мына жерде ойлаған шығарсыздар, что не үшін қосылмады деп. Мұнан алдында плюс минус болып тұрғандықтан оны қоспай осылайда жаза салсақ болады. Немесе x біріншіні плюс ретінде, x екіншіні минус ретінде жазып қоссақ та болады. Лучше осылай қалдыра салайық. Көп есептерді осылай қалдырады. Ал енді мына жерде мынау тұрған минустан мен құтылайын, тангенстің алдына шығарып жіберейін. Сонда мынау x бөлінген 2 оң болып, ал пи бөлінген 4 теріс болып жазылады. Тең минус 1. Не үшін еттім? Себебі мына минус 1-ді өйстіп минус минуспен плюс қылып жіберу үшін. Және де x-тің де алдын плюс қылып аламын. X бөлінген 2 минус пи бөлінген 4, оған мән бермеймін, ішінде не тұрғанына. Тең басты тангенстің алдында ешқандай сан жоқ па? Соған қараймыз. Сан жоқ. Тангенстің 1 деген ол бізде дербес жағдай, ол қаншаға тең еді? Пи бөлінген 4 плюс
пика етін, иә, пика қателеспесем период. Сонда пи 2 x бөлінген 2 тең пи бөлінген 4-ке, мынау пи бөлінген 4 плюс болып барады, плюс пика. Көрдіңіздер ме? Міне тек қана мерін x-ті даралап алу керекпіз, бір сөзбен айтқанда. Тең екеуін қоссам, пи бөлінген 4-ке пи бөлінген 4-сін, пи бөлінген 2, яғни 90 градусқа. Плюс пика, и 2 көбейтіліп кетсе, пи ғана қалады, 2-ні көбейт жерсем, мынау 2-мен қысқарады, и пикаға көбейтсем 2 пика. К тиісті z-ке деп жауапты аяқтайды екенбіз. Сонымен кетіп келесі есеп. Келесі бізде 7-ші есеп. 7-ші есепте қараңыздар, мына жерде көбейтіндісі болып тұр, екеуінің. Екеуінің көбейтіндісін не істеймін? Қосындыға жіктеймін. Бізде қосындыға жіктеу формуласы қалай еді? 2-ден 1 косинустарда косинус x минус 4x плюс косинус x плюс 4x. И тең косинус 5x. Сонда 2-ден 1 косинус x-тан 4x-та азайтатын болсам, косинус 3x болады, дұрыс па? Не үшін минус болған жоқ? Себебі косинус жұп. Плюс косинус 5x. Тең косинус 5x-қа. Ал енді 2-ні мен мына косинус 5x-қа көбейтіп жіберетін болсам, онда косинус 3x плюс косинус 5x тең 2 косинус 5x-қа. Косинус 5x мынақа минус болып келетін болса, онда косинус 3x ол минус косинус 5x болады. Өйткені минус болып келеді, и одан мына біреуін азайтып жіберем. Тең мынақта ештеңе қалған жоқ, 0-ге. Енді, мынау енді косинус 3x минус косинус 5x тең 0 болып тұрғанды, енді осы азайтындыны керісінше неге жіктеймін? Көбейтіндіге жіктеймін. Ол бізде 2, яғни алдына минус, синус, косинуста минус синус 3x минус 5x бөлінген 2, синус 3x плюс 5x бөлінген 2 тең 0. Я? Сонда мынау минус менде 2 синус азайтсам 2x минус 2x, және де оны 2-ке бөлсем минус x қана қалады. И синус мына жерде 8 бөлсем 4x тең 0. Сонда мынау минус x-тің алдында минус пен 2-нің алдында минусты көбейтіп жерсем, онда ол плюс болып кетеді. И синус x көбейтілген синус 4x тең 0. Неге бүйтіп алдым? Себебі мынау 2-нің алдында 2-ні 0-ге бөліп жерсем, бәрібір 0-ді береді екен. Екеуі көбейтіліп тұр, көрдіңіздер ме? Екеуі көбейтіліп тұрса, екеуін жеке-жеке 0-ге теңестіре саламын. Синус x тең 0, синус 4x тең 0 дей саламын. Болды. Сонда синус x тең 0 болған жағдай бізде ол дербес жағдай, x тең ол қай кезде 0 еді? Ол бізде пикада 0 етін. Бір жағдай, яғни бірінші. И синус 4x тең 0 ол қай кезде 0? Әрине пикада. X-тағы 4-тен құтылу үшін пиканы неге бөле салам? 4-ке. К тиісті z деп 2 жауап алады екенмін. Міне, x-тің бірінші жауабын алдым, и x-тің екінші жауабын алдым. Болды. Осылайша есебіміз аяқталды. Ал енді мына жерде қараңыздар. 8-ші есепте қарайықшы. Бұлай дейді. 3 синус x көбейтілген косинус x минус 5 косинус квадрат x дейді. Мынау есептерді шығаруда біз жаңа айнымалы енгіземіз. Яғни бұлай жазып алайыншы, 5 косинус квадрат x, оның таңбасын 10 қылайын да, ал мынаны теріс қылып жалайын. Минус синус x көбейту косинус x тең 0. Сөйтемін да, мен есептің барлық жағын косинус квадрат x-қа бөліп жіберемін. Косинус квадрат x-қа бөліп жіберем. Сонда 5 косинус квадрат x-ті косинус квадрат x-қа бөлем. Минус 3 синус x көбейтілген косинус x-ті косинус квадрат x-қа бөлем. И 0-ді бөлсем, бәрібір 0-дің өзі шығады. Сонда косинус квадраттар қысқар 5-ақ қалады, косинус пен 1 косинус қысқарады, ал синустың косинусқа қатынасы маған оны нені береді? Тангенсті береді екен міне. 3 тангенс x тең 0. Көрдіңіздер ме? Мынау менде тангенс x-ті берді. Сонда 5 тең 3 тангенс x-қа. Тангенс x неге тең сонда? 3-тен 5-ке. X неге тең десе, ол бізде арк тангенс 3-тен 5 плюс пк деп ответті ала саламыз. Міне, мынау ары қарай есептелмей, себебі кестеде бұлардың нақты мәні жоқ. Бұндай есептер шығарғанда тангенсте, котангенсте бұл уже бізде 3-тен 5 дегеніміз осылай жазылып, и ответте осылай тұрады. Хорошо?
Ал енді егер де осында 3-тен 5 деген жағдай ол синуста егер де косинуста болатын болса, уже автоматически шешім жоқ. Себебі олар минус 1 мен 1-дің арасында ғана анықталады. Ал мынау 5-тен 3 деген сан ол уже 1-ден үлкен сан. Шешім жоқ деп жазамыз синус пен косинуста. Ал тангенс пен котангенсте жазып қоя саламыз осылай арк деп әшейін просто. Сонымен жалғастырайық. Келесі есеп 9-шы есеп бізге былай дейді. Қараңыздар. Мынау менде косинус альфа, косинус бета, яғни коса коса, сина сина деген формула, косинустың қосу формуласы, яғни 3х плюс х деген формуласы тең минус 2-ден 1-ге. Сонда косинус бұл 4х деген сөз тең минус 2-ден 1. Минус болған жағдайда формуласы бар, что 4х тең плюс минус пиден азайтамыз. Мәні қанша 2-ден 1-дегі косинустың ол пи бөлінген 3 60 градус плюс 2 пи к деп период қоса саламыз. И 4х тең плюс минус пиден азайтсам қанша болады екен? 3-тен 1 пиді азайтсам 2 пи бөлінген 3 болады плюс 2 пи к. Потом не істеймін? 4-ге бөліп жіберемін. 4-ге бөліп жіберсем 2 мен мынау бір қысқарса 2 пи бөлінген 6 болады, 2-сі біреу көбейтіліп плюс пи к бөлінген 2 болады 4-ге бөліп жіберсем. К тиісті z-ге. Яғни x-ті даралап алдым бір сөзбен айтқанда. Осы менің бүкіл есебімнің жауабы екен. Сонымен келесі есеп. Мына есепті қалай шығарамыз? Қараңыздар. Ортасындағысына тиіспей, мына шетіндегі екеуін мен былай жасайыншы. Қосындыны көбейтіндіге жіктеу формуласына салайын. Ол қалай жазылушы еді? 2 синус x плюс 3x бөлінген 2 косинус x минус 3x бөлінген 2 дейтін, и плюс синус 2x-тің өзі тұра берсін тең 0-ге. Сонда 2 синус, қараңыздар, x-ға 3x қоссам 4x, оны 2-ге бөлсем 2x болады. Косинус, қараңыздар, 3x-тен 2x болады, және де оны 2-ге бөлсем x қана қалады. Косинус жұп болғанда минус жұтып қояды. Плюс синус 2x-ға тең 0. Енді синус 2x жақшаны сыртына шығара салам, ішінде 2 косинус x плюс 1 деген қалады тең 0-ге. Қараңыздаршы, екеуі жеке-жеке 0-ге теңестіре салам, кәдімгі біз анау есептер теңдеулер шығарғанда жасаушы едік. Мынаудан 0-ге тең, мынаудан 0-ге тең көбейтіліп тұр, жақшалар. Сөйтіп жеке-жеке 0-ге теңестіре салам, бүйтіп бірінші синус 2x теңестірем, екінші 2 косинус x плюс 1-ді 0-ге теңестіре салам. Сонда 2 жауап болады. Бұлай мына жақа жоғарға жазайық. Синус 2x тең 0, 2x тең синус 0 деген мәні бар, что ол пи к деген. Сонда x тең пи к бөлінген 2-ге. Ал k-мыз неге тиісті сонда? Бүтін санға тиісті. Бір жауабымыз дайын. Екінші жауабымыз синус, то есть синус уже жоқ бізде. 2 косинус x плюс 1 тең 0, и 2 косинус x тең минус 1-ге. Сонда косинус x тең минус 2-ден 1-ге. Ал минус болған жағдайда минус 2-ден 1-де косинустың мәні плюс минус пиден азайтамыз, нені? Пи бөлінген 3-ті. Плюс 2 пи к. Міне, оны қай кезде алдық? Бағана мына жерде алдық қой. Сонда x тең плюс минус 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пи к. Міне, мынау бізде екінші жауап екен. Міне, мынау бірінші жауап, мынау екінші жауап. Бұл 2 жауап бар бізде. И бұл жерде к тиісті z-ге деп қоя саламыз. Міне. Вот осымен 2 жауап алдық. Ал енді ары қарай шығарайықшы. Мына жерде бізде уже 11-ші есептен бастап жаңа айнымалы енгіземіз. Оны қалай енгіземіз? Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктердің формуласын қолданамыз. Сонда косинус квадрат x деген ол 1 минус синус квадрат x етін. И минус 3 синус x деп мынайға алып келе салайық барлығын. Тең 0-ге. Сонда жақшаны ашсам 2 минус 2 синус квадрат x минус 3 синус x тең 0 ғой. Енді жаңа айнымалы қалай енгіземіз? Что синус x-ті a деп аламыз. Сонда мынау бізде синус квадрат x дегеніміз, ол бізде a квадрат деген сөз. Жазайықшы 2 минус 2a квадрат минус 3a тең 0-ге. И барлығын таңбасын оң таңбаға ауыстыратын болсам, плюс 3a болады, минус 2 болады міне. 2-ні лақтырып жіберейін, Виет теоремасымен шығара салам, сонда минус 4 тең 0, 4 минус 4 пен 1, и оны обратно 2-ге бөлем. Біреу 2-ден 1 минус 2. Біреу 2-ден 1, біреу минус 2 деген жауап. Сонда бірінші жауабын жазам, синус x тең минус 2, шешім жоқ. Синус x тең 2-ден 1. Екінші жауабы.
Не үшін шешім жоқ? Себебі синус x ол минус 1 мен неде анықталады дедім бағана? 1-дің арасын анықталады. А минус 2 деген сан ол кірмейді бұл аралыққа. Сонда x тең болады минус 1-дің k дәрежесі синустың пи бөлінген 6 деген градусы осы 2-ден 1-ді береді. Плюс пи k деген жауапты алады екеміз. К тиісті z-ке. Сонда мына есебінің жауабы x-іміз тең минус 1-дің k дәрежесі пи бөлінген 6 плюс пи k-ға. Ал енді 12-ші есепті шығарсақ. 5 минус 5. Мынау менде келтіру формуласы. Косинус неге өзгереді? Синус x-ға өзгереді. Таңбасы плюс. Пи бөлінген 2-де. И 2 косинус квадрат x. Пиде ол неге өзгереді? Өзі қалады. Ал таңбаға мән берейін, себебі квадрат. Квадрат деген жұптық функция, ол минусты қабылдаса да плюс қып жереді. Енді жаңа айнымалы тура бағанада енгізем, 2 деймді 1 минус синус квадрат x, яғни косинус квадрат x ол тең 5 минус 5 синус x деп жазып аламыз. 2-ні ашсам 2 минус 2 синус квадрат x тең 5 минус 5 синус x. Тура бағанадай синус x-ті a деп алатын болсам, ал синус квадрат x менде ол a квадратты береді. Жазайықшы, орнына 2 минус 2a квадрат тең 5 минус 5a болады екен. Барлығын мұнау оң жаққа жинасам 2a квадрат минус 5a плюс 5-ке менде 2 минус өп кесе менде плюс 3 қана қалады, тең 0. Лақтыр жерсем a квадрат минус 5a плюс a6 болып кетеді, тең 0. И 3 пен 2 деген сандар, оны обратно 2-ке бөліп жерем. Біреуі 1,5, біреуі 1 деген жауаптар шығады екен. Сонымен синус x тең 1,5-ға болса, әрине шешім жоқ. Сіздер көрініп тұр міне. 1,5 деген сан үлкен. И ол аралыққа кірмейді. И синус x тең 1, ол кезде мәні бар бізде. Бұл дербес жағдай, что ол пи бөлінген 2 плюс 2 пи k. К тиісті z-ке. Деп ответті ала саламыз міне. Жауабымыз дайын. Сонымен кеттік 13-ші есеп. Бұл бізде тағы да жаңа есеп, қосымша бұрыш енгізу әдісімен шығады. Не істейміз? Барлығын 2-ге бөліп жерем. Сол кезде түбірасты 3 бөлінген 2 синус 2x минус 2-ден 1 косинус 2x тең 1-ге. Мынау түбірасты 3 бөлінген 2 дегенді мен бүйтіп алсам болады. Градуспен алсам болады. Қалай? Бұл бізде косинус қандай градус? Пи бөлінген 6 деген градус, и синус 2x минус, ал 2-ден 1 бұл синустың пи бөлінген 6 деген градусы, косинус 2x тең 1. Қараңыздар, мына жерде не байқадыңыздар? Мынау сина, коса, сина деген бұл синустың қосу формуласы, яғни 2x минус пи бөлінген 6 деген қосу формуласы міне. Мынау альфа, мынау бетта болса, сина, коса, сина деп ашылатын. Сонда, енді не қалды? Менде 2x минус пи бөлінген 6, ең бастысы синустың алды, ешқандай сан жоқ уже. Бірдегі дербес жағдайдағы мәнін қоя салам. Ол неге тең еді? Пи бөлінген 2 плюс 2 пи n. N десем де болады, k десем де болады. Сосын 2x тең пи бөлінген 2-ге, менде пи бөлінген 6 не болып барады? Плюс болып барады. Плюс 2 пи n. Мына жерде қоссам болады. Ортақ бөлім 3. 3-ге 3 пиға 1 пиді қоссам 4 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. 4 пи мынау қысқарады 6, сонда 2x тең 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пи n. Обратно 2-ге бөлетін болсам, x-ім тең пи бөлінген 3, 2-ге бөліп жүрсем плюс пи n болады екен. n бұл жерде тиісті z-ке деп ала саламыз. Ағай n-ді қойып не үшін миды аштыңыз деп ойламаңыздар, бұл n әйтеуір сан әшейін болды. К деп алады, n деп алады. Просто екі жағдаймен таныстырып отырмын. Ертең ОБД-ға барыңызда ответ n мен тұрса, ойбай бізде ағай к мен тұр деп көрсеткен, мынау что-то есеп қате деп жүрмеңіздер. Ол екеуі де әшейін кез келген сан тұра береді, n мен либо к мен. Сол үшін екі жағдайында әдейі көрсетіп жатырмын. Ал енді жасайық, мынау есепті жасайық. Былай дейді. Косинус x бөлінген 2 минус синус x бөлінген 2
тең түп асты 2 бөлінген 2-ның барлығын неге бөлем? Түп асты 2-ге бөліп жіберем. Сөзде түп асты 2-ге бөліп жіберсем, мынау менде 1 бөлінген түп асты 2 косинус x бөлінген 2 минус 1 бөлінген түп асты 2 синус x бөлінген 2. И мынау түп асты 2-лер қысқарып, просто 2-ден 1 деген ғана сан қалады екен. Ал иррационалдықтан құтылсам, мынау менде түп асты 2 бөлінген 2 косинус x бөлінген 2 минус түп асты 2 бөлінген 2 синус x бөлінген 2-ні береді, дұрыс па? Сосын мынау менде түп асты 2 бөлінген 2 бағанағыдай градуспен жазып алатын болсам, бұл косинус пи бөлінген 4 көбейтілген косинус x бөлінген 2 минус синус пи бөлінген 4 и синус x бөлінген 2 деп алсам болады. Тең 2-ден 1-ге. Ал енді мынау менде косинустың қандай формуласы? Косинустың қосу формуласы x бөлінген 2 плюс пи бөлінген 4 деген. Тең 2-ден 1. Көрдіңіздер ме? Үстіп жинақтап аламыз. Мынау сонда альфа, мынау бета деген сияқты. Екеуін қосамыз. Косинуста қарама қарсы етін, Қараңыздар, косинустың алдында ешқандай сан қалған жоқ. Тогда мен есебімді шығара аламын. X бөлінген 2 плюс пи бөлінген 4 тең 2-ден 1 деген алдына плюс минус. Косинус 2-ден 1-де қай градус? Ол бізде пи бөлінген 3, 60 градус. Плюс период 2 пи n. Сонда x бөлінген 2 тең плюс минус пи бөлінген 3-тің қасына минус пи бөлінген 4 болып келеді. Плюс 2 пи n. X-тан құр өзін табу үшін 2-ге барлық жағын көбейте салатын болса, менде плюс минус 2 пи бөлінген 3, 2-ге көбейтсе минус пи бөлінген 2 плюс 4 пи n болады екен. N тиісті z-ге деп осындай жауапты аламыз. Міне. Есебіміздің жауабы плюс минус 2 пи бөлінген 3 минус пи бөлінген 2 плюс 4 пи n, яғни 2-ден құтылдым. Болды, осылай жасай береді екенбіз. Осы бізде тригонометриялық теңдеу дегеніміз, оқушылар. Сондықтан да ешқандай қорықпаңыздар. Ең бастысы қарапайым теңдеу шешіп отқан сияқты шығарсаңыздар болады. Сіздерге мен әртүрлі түрінен ең бірінші қарапайым шешуден көрсеттім. Одан кейін жаңа айнымалы енгізу және де қосымша бұрыш енгізуді көрсеттім. Мына соңғымыз бізде қосымша бұрыш енгізу арқылы шешу. Осы барлығы ұбт осы жағдайларын қарастырады екен. Сау болыңыздар.